Ағымдағы жылдың 27 мамыр күні білім беру саласындағы әдістемелік жұмыс және ақпараттық технологиялар орталығы Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасымен бірлесіп, үздік білім беру ұйымы облыстық конкурсын өткізді. Байқаудың мақсаты тиімді педагогикалық және басқарушылық тәжірибені анықтау, басқару менеджменті бойынша үздік стратегияларды талдау, қорыту және тарату, орта білім беру ұйымдарының педагогтары мен басшыларының кәсіби және жеке өсуін ынталандыру, біздің өңірдегі орта білім беру жүйесінің даму үрдістерін бақылау болды. Конкурсқа білім беру саласында жоғары көрсеткіштері бар облыстың 14 мектебі қатысты. Конкурсқа қатысушыларды іріктеу Білім және ғылым министрінің 2014 жылғы 26 желтоқсандағы нөмірі 544 бұйрығы негізінде 11 критерий бойынша жүргізілді. Байқау қорытындысы 15 күнтізбелік күн ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында және ресми әлеуметтік желілерде жарияланады.